Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа шакшука дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар: помидор, жұмыртқа, 2 тісше сарымсақ және 1 пиязымыз қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай 2 тісше сарымсағымызды ұсақтап тураймыз және пиязымызды да турап аламыз. Енді помидорымызды да осылай ұсақтап турап аламыз. Егер помидордың қабығында алып жасасаңыздар болады. Ол үшін помидорды 1-2 минутқа ыстық суға батырып қойып, қабығын пышақпен кішкене тіліп алатын болсаңыздар, қабығы өздігінен алынатын болады. Қабығын алып та жасауға болады. Мен қабығымен турай бердім. Енді табамызға кішкене май құйып, астын қатты қыздырып, пиязымызды салып 1-2 минутқа қуырып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. 1-2 минут қуырғаннан кейін үстінен помидорымызды да салып, оны да 1-2 минут қуырамыз. Осылай жақсылап қуырып алып, енді оның үстінен тұзымызды және қара бұршымызды саламыз. Паприка да салсаңыздар болады. Осылай енді жақсылап араластырып жіберіп, 5-6 минутқа бетін жауып бұқтырып қоятын боламыз. Сонда помидорымыздың суы шығып, әдемі болып пісіп шықты. Помидорымыз бен сарымсағымыз, пиязымыз пісті. Енді жұмыртқамызды осылай кішкене ортасын ашып жіберіп, жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаны салғаннан кейін үстіне кішкене тұз сеуіп жібереміз. Сосын жұмыртқаны салғаннан кейін көп пісірудің қажеті жоқ. Бетін кішкене уақытқа жауып, 1-2 минуттан кейін қайта газың асын өшіреміз. Маған осындай жұмыртқаның шикі болып піскен ұнайды, сондықтан да жұмыртқаны салғаннан кейін көп пісірмеймін. Осымен біздің тамағымыз, таңғы асымыз дайын болды. Достар, әсемдік үшін аскөкті пайдалансаңыздар болады. Таңғы астың рецепті ұнаған болса, достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоға лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен Айдана ас болсын.